Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Тоқаев қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Мемлекет басшысы барша мұсылман асыға күтетін қастерлі мерекенің тағылымы зор екенін атап өтті. Оның пікірінше ата дініміздің ұлағаты біздің салт дәстүрімізбен тығыз сабақтасып жатыр. Халқымыз қашанда қиындыққа тап болған жандарға қол ұшын беріп көмегін аямаған. Көктемдегі алапат тасқын кезінде жұртымыздың осы асыл қасиеті айқын көрінді. Біз ырысты ынтымағымыздың арқасында кез келген қиындықты жеңеміз. Айттан айтқан аман-есен жете берейік. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Әр шаңыраққа амандық, толағай табыс тілеймін деді Тоқаев. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.